Хей, сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аялуингс достар. Бүгінгі видео менде 24 сағат интернетсіз өмір сүремін деп аталады. Бұл видео қалай болатынын білмеймін, бірақ та сонда да бұл видеоны мен түсіріп көргім келді, өйткені бұған бір себеп бар. Мен қазір өзімнің әжемнің ауылындамын, өзімнің үйіндемін, Тасашы деген жердемін. Осы ауылда мен қазір блог түсіретін боламын. Бұл ауылда сет жоқ, сет бар, просто Wi-Fi, интернет жоқ, менде қазір мегабайт жоқ деуге де болады. Сондықтан мен қазір осы видеоны түсіріп отырмын. 2 күнге осы жерге келген болатынмын. Қазір бұл ауылда мен өзімнің блогымды түсіремін. Блог, интернетсіз өмірімді, жалпы бұл күнді қалай өткізгеннің барлығына түсіретін боламын. Егер де сіздерге қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Ендеше ең алдымен барлығыңызға да қайырлы таң тілегім келеді. 24 сағат интернетсіз өмірімнің қалай болатынын білмеймін. Мен өйткені телефонға өте тәуелді адамдардың бірімін. Телефон қарай алмасам тұра алмайтын, интернетке кірмесем тұра алмайтын, Инстаграм, ТикТок, WhatsApp дегендерде 24/7 отыратын қыздардың бірімін. Бірақ мен қазір енді интернетсіз өмір сүретін болғандықтан бұл жерлерге мүлдем кірмейтінімді айта кетейін. Тіпті кейбір жерлерді өшіріп тастадым деуге де болады. Сондықтан да мен қазір 24 сағат бойы, қазір сағат таңғы 10. Я мен өте жай әрі онда тұрдым, өйткені демалыс, маған демалыс болғандықтан осылай онда тұрып жатырмын. Ал енді бұл видео блогымды мен сағат таңғы 10-ға дейін мүлдем интернет қоспай, мүлдем телефон қолданбай, барлық күнімді сіздерге көрсетіп жүретін боламын. Сондықтан бұл видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер қарап отырсаңыздар, маған тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Әлесе видеоларды қызықты етіп шығаруға тырысамын. Как-то осылай киініп алдым. Просто күн өте ыстық, жылы болып тұр, сондықтан осылай көйлекке салдым. Негізінде көйлек кимейді. В общем, біз қазір таңғы жаттығу жасайтын боламыз. Әдетте мен уроктардан, видео уроктардан қарап жасайтынмын. Бірақ қазір енді өзіміздің білетін, барлығымыз білетін жалпы күнделікті дене жаттығуларын жасаймыз. Қазір жуынатын боламыз. В общем, жуынып болдық. Енді келесі завтрак ішетін боламыз. Мен қазір өзімнің завтрагымды ішіп отырмын. Сол сағат қазір уже 11 болып қалды. Ребята, мен қазір үй жинайын деп жатырмын. Киімімді ауыстырып алдым, көріп тұрғаныңыздай спортивкаға салдым. Өйткені көйлек киім ұнамайды, еще бір ыңғайсыз, неудобно, еще жалпы өзім көйлек кимейтін адаммын ғой. Бүгін бір күн жылынды ғой, прям бір қыз болайыншы деп, кие салайыншы деп едім да, сосын қойшы дедім, өзіме ұнамай, неудобно, өзімді бір түрлі сезініп кеттім, сосын шешіп тастадым да, удобно спортивкаға салдым. Вот. Қазір енді үй жинағалы жатырмын, яғни үйге біраз уборка жасаймын, солай уақытымды біраз өткізем. Интернетті шынымды айтсам, біраз сағынып жатырмын. Бірақ енді шыдау керек. Мен қазір үй жинап кететін боламын. Мында мен магниттер іліп жатсам, мында менің кішкентай кезімдегі фото тұр, сол фотоға қарап күлкім келіп жатыр. Прям магниттің ішінде тұр, мына жақта парктегі фото, мына жақта магниттер. Осы магниттердің барлығын қазір дұрыстап біліп шығу керек. Өте бір ретсіз тұр. В общем, достар, қазір мен магазинге бара жатырмын. Как всегда, сондай бір мороженый алып, сонда 20 күн интернетсіз күнім біртүрлі өтіп жатыр. Мен қазір обедімді ішіп алған болатын, сонда қазір магазинге барамыз. Погода просто күшті болып тұр. И вот мен магазинге шығып келе жатырмын. Магазиннен кешкіге жейтінге заттарған алдым, и все. Сонымен достар, мен қазір үйге келіп, магазинге барып, үйге келіп, далада жүріп қайттымда, осылай сабақ оқығалы жатырмын химиядан. Сабақтарды қайталап, дайындалып отырмын. Вот сағат қазір 5-тен 40 минут кетіпті. Мен сол құрт жеп отырмын, просто обожаю құрт, кім жақсы көреді. Жалпы құртты барлығы жақсы көретін шығарсыздар. Мен өте қатты жақсы көремін ғой. И вот мында әлі сабақ оқып отырмын.
В общем, ребята, жалпы айтқанда, мен интернетті шынымен де сағынып жатырмын деуге болады. Мен әдетте дорама көретінмін, сериалдарымды, сол сериал дегенде прям фильм көретінмін. Оларды көре алмай жатырмын. Инстаграмда не болып жатыр, тиктокта не болып жатыр, басқа да сеттерде не болып жатыр, маған сол қызық. Енді өзімнің бір керемет әдетім бар. Үйдегі заттардың барлығын ақтарып, осындай бір керемет осындай заттардың барлығын ақтарып шығатын. Сол қазір бәрін бірге ақтарып шығайық. Мұнда не өзгеріс болып жатыр? Мұнда осындай заттар тұр екен. Бұл заттардың барлығын мен білем. Мынау әсіресе мына кеме ма или как, осыны айт маған. Мынау менің ең алғашқы көрсетейінші. Мен емес, сіздер көрмейді. Мынау менің, мынау не шығып отыр. Мынау менің ең алғашқы дарабоз деген байқауда вокалдан алған сувенирім или осындай кубок емес. Осындай бір затым. Ена жақта керемет нәрселер. Маған мынау больше нравится, бар ғой. Анау просто бақа, енандай күшті да. Маған ұнайды осыны. И вот мына жерде осындай заттар, лақ, лақ, балық, рыба дейма как. Осы енай бір екі негір. Ялмайсың ба? И вот мына жақта да ақтарайын деп шештім да. Мына кукла. Есіме түскен қатуй. Всем привет, меня зовут Алина. Этот кукла моя. В общем, осындай бір кукла ғой, өте әдемі. Яты бар кукла, тем. Ана негр бала или қыз ба, в общем, соған қарағанда яты бар екен да. Мына заттар. Тут есть аязата, я люблю Новый год. Тут есть еще аязата. Мне нравится аязата. Опа. Она такая красавчик. Ой, сеп-секунда. Ой. Ой. В общем, бәрін қиратып жатып алған күлім. Мынаны қазір саламыз. Ой. Мына жерде еще новогодная атмосфера ғой. Этот игрушки. Естеріңізде ме, осыларды Новый годтық шаша ілуші едік қой. Мен көрініп тұрмай. Ау, балалар, сендерді келіп жеткен мерекелеріңмен құттықтаймын деп шап кетсің. Қайдағы жаңа жыл уже жаз шығып келе жатқанда қырсын. Бірақ жаңа жылда жақсы көрем. Бәріңе бақыт тілеймін деп шайып атсаң. Аязата просто прикольный. Ялмайсың ба, яты жоқ бәле. Каравай, как красиво. Желбірет в коктуды. Бой. Тағы да не ақтарамыз десем, не ақтар менің фотом жүр ғой, кішкентай кезімде. Шыңғыста негізін істерін білмейсің. Үстіне жатамыз енді. Менің жоным бар бос. Аяқта да бір ақтар өжерейді деп кетемін. Мына жақтарда өңке кітаптар ғой, өшім. Жаңадан ашып кетті. Мына аяқтан осындай бір әдемі папка тауып алдым десем, білем папкам ғой. Ішін көрсетсем бар ғой. Іші осылай көрінеді деп жатқан дейді. Короче, осындай менің дипломдарым салынған нәрселер ғой. Аяла, осындай дипломдар ғой, короче, бәрі де. Екінші класстан, налабой класстан бергі жылы. Вот этот. Осы емес па менің, осы ғой мен дарабоздан алған. Дарабоз или? Да, дарабоз. Вот, осы жерде мен екі жар алғам, жаңаға көпті сол жерде берген болам. Мына жердегі дипломдардың бар осында. Это мой любимый Анна. Это холодное сердце. Это Золушка. Почему-то была фотоларный эксперим. Рапунцель. Меня если өзім альбомын тұр ғой, қазір көрейік. Это мой. Да, это я. Кішкентай кезімдегі фотоларым. Қандай красотка болғам, я? Ужас. Мен кішкентай кезімде осындай қыз болғам ғой, негізі ше. Қазір қалай көрінеді сіздерге ужас. Осындай фотолармен өте бір модель, кішігірім модель болғам деп жатсаң, я? В общем, осындай қыз болғам. Мына фотолардың бәрін не қып түскем. Мына жерде кукла Барби. Типа Барбидің ролінде. Сонда түскем. В общем, осындай бөле.
Вот. Менің кішкентай едім. Мұнда мен алма жеп жатырмын. Абжорамын ғой негізінде. Өлеңді айтып жатырмын әйтеуір. Мұнда өзімше бел Мұқағали атаның өлеңін оқып жатырмын ғой, не деген сұмдық. Мұнда газетке шыққанымды мойындайын деп жатсаң, бала кезімнен естелік, менің бала кезімдегі ойыншықтар, мен осындай киндерлерді жеп, солардың ойыншықтарын жағын жақсы көретінмін ғой. Неше түрлі. Обожаю лол. Лолларды жақсы көретінмін. Вот. Тут есть еще лол. И мына жерде не жатыр? Бір аяқ қайда? И мұнда тағы да бір нәрселер, менің ойыншықтарым мынаның бәрі үшін, менің бұқиты говорлерім, короче. Мына жерде вот. Деп па? Вот. Мұнда да бір лолдың көйлектері, әйтеуір бірдеңелер. Мұнда бір лол жатыр екен. Менің лолым ғой мынау. Мұнда тағы да медал. Мұнда тағы да бір нелер. Менің фотоларым жатыр екен. Деп па? В общем, я. Мына жерде типа королева. Смотрите, что я вообще. Я татарка. Я метиска. Видели? Вы видели вообще? Вот. Да, моя самая любимая блокнотик. Шнедім жоқ, әйтеуір отыр осылай. Как? Аялуингстың подписчиктері барлығыңа сәлем. В общем, Аялуингсқа жазылыңдар. Оған тіркеліңдер. Лайк басыңдар ғой. В общем, қуып, не істеп болдық. Енді қазір біз далаға шығып, прям тереңдеп жүретін боламыз. Өйткені үйде өте скучный, қазір қызық жерлерге барамыз. Бай депші. Сенің шөп көрмеген досым. В общем, осы шөптеме қазір жалаң аяқ жүріп келіп жатыр. Неге кемінген? Аяғым шешіп тастап, қазір осы шөптің үстінде жүремін. Жалаң аяқ. Какой-то просто, блин, просто кайф депші. Мына жаққа дейін барып көрейін. Мына жерде бір бәле болады, мен аяғым шағып, либо аяғым бәле кіреді. Сосын өзім жалайым да, сосын. Мына шөпте жүрген күшті ғой. Аяқтар уже топырақ. Қандай күшті. Блин, просто так мне нравится. Бүгін менің өзімнің ауылымдағы соңғы күнім. И таки бүгін мен кәдімгідей қыдыратын боламын. Ауылдағы соңғы күнім болғандықтан мен қазір мектепке барып, в общем, осы жақтарда жүретін боламын. Ендеше давайте кеттік. Интернетсіз жүргендіктен де көптеген жерлерге барып, көптеген нәрселерді көріп жатырмын. Көзім жетіп жатыр, өйткені мен егер де ауылда болсам, типа интернет болса, сода жатып алып, уақыт өткізіп жататын едім. Бірақ қазір өте керемет. Нәрсе көрсетемін деп мына жақта деген. Қандай күшті да. Вай, мына жақта қойлар. Мына жақта тоже қойлар. Прямо күшті. Ауылдың атмосферасы вообще күшті да. Негізі. Мында қойлар. Енді тоже қойлар. Сиыр. Сенің сиыр көрмеген досың. Ау, қой деп. Мына жақта жылқы деп жатсам, я? Қайда кетті? Как-то круто. Әлі жүріп бара жатырмын. В общем, айтқанда мектепке бара жатырмын. Есімді салып әркәдер. Блин, посмотрите, осылай ойлаушы едік қой. Мүмкінсіз ғой. Просто красиво. В общем, мен мектепке келдім уже. Интернаттың атмосферасы прям күшті болып. Посмотрите, мен мектептің алдына келдім. Күшті болып тұр ғой прям. Мне нравится. Менің баяғыда оқып кеткен мектебім өте керемет, атмосферасы прям. Вот это мектеп прям күшті да. Мне нравится, просто ыстық та өзім осы мектеп. Осында біраз жүрем. Прям серуендеймін, потом кететін болғым үйге. Блин, просто күшті. Блин, просто мына жақ күшті болып тұр. Мен қазір білемін қайда баратынымды. Бас қызық болады. В общем, менде өте керемет атмосфера болып тұр ғой. Вот сюда күшті. В общем, достар, мен қазір я тауға шығып бара жатырмын. Мен қазір тауға шығып бара жатырмын. В общем, достар, мен тауда отырмын. Бұл жақта ауыл прям күшті көрініп тұрды. Негізінде тауға әлі шыққан жоқ. Негізінде таудың етек жағында. В общем, ортасында тұрмын ғой. Біраз шығам қазір. Вот достар, мен қазір тауда тұрмын.
күшті атмосферада вообще күшті, блин. Мына жақта ауыл деген өте кішкентай болып көрінеді. Әрең дегенде шықтым, қазір біраз осында жүрем, серуендеймін, в общем, сосын қайтам ғой. В общем, вот, мен қайтып келе жатырмын. Блин, просто посмотрите, прям күшті, шикарно болып тұр. Қазір лақтырамыз осыған. Собол. Күшті. Кстати, мен тауға шығып қазір қуып қайтадан түстім, күн күшті болып тұр да. Жолдың арғы бетіндегі суға да барсам ба деп шештім да. Осы жаққа да келе салдым. Да, біреуін тастай салайық енді. Күшті. Вот, мен суға келіп, қазір осылайнан. Тас атып жүрмін. В общем, интернетсіз күнім жартылай жақсы, жартылай жаман өтіп жатыр. Вай, қандай күшті да. Барып көреміз ба? Приветик, красотки. Как ты? Как тебя зовут? Просто красотка. Қорқпа. Сейчас қорқып кетті. Вот. Малдардың арасында жүрмін. Да, шығып келе жатсам, жақта тоже малдар жүр екен. Кеттік малдармен мал боламыз. Тут есть салақтар. Ой. Лақтар. Қандай күшті көрініс, я? Негізінде мұнда жүрсең өте көп қызықтарға тап боласың. Негізгі ауылдың атмосферасы прям күшті ғой. Вот мен мұнда сиырға бара жатырмын. Вот. Деп ше. Сенің сиыр көрмеген досың болып келдім. Сәлем. Атың кім еді? Ты такая красавчик. Кешір, красавица екенсің ғой. Просто мен сені ылдап ойлап қалдым. Не деген керемет жесіз сындым деп ше. Таныспадық па? Атың кім еді? Негізінде сен бастап бағанда жақсы ЛП болушы едім. Ладно. А ты где? Ома деп ше. Я, конечно, не фотограф, но на ненің жерін келген жоқ. Қандай әдемі қараңыздар. Я такая цыганка, да? Мына отырсындарыңыздар, жабайы адамдар ұқсап. Елдің бәрі аяқта жүр. Мына көрініске сынып тұрмын. Ну да, я правда цыганка. Как будто осылай отырмын ғой. Ана жақта адамдар қарайды ғой маған. Істеп отырған пенде дейтін шығар. Осылай отырған пенде. Ауылда тірі жан жоқ. Өзім жалғыз отырмын. Бүгін мен қатты шаршадым. Тауға шықтым, анда шықтым, қыдырдым. Сразу ұйықтайды жаным қазір. Ауылды қимаймын просто. Бүгін менің ауылда ең соңғы күнім ғой. Ауыл прям күшті. Құдай сақтасын, ең соңғы емес. Құдай кейінде келем ғой просто. Осы демалысымдағы ең соңғы күнім. Жаль. Негізінде мен қаңғы баспын деп ше. Негізінде ауылға келген кезде осылай қыдырып жүріп қалғым келді. Және ондай қаңғы бас емеспін деп ақталып атқаннан. Басқа қайда барарым білмей отырмын. Тағы қайда баруға? Суға бардым, тауға бардым, мектепке бардым, даже баратын жерлердің бәріне бардым, походу. Қайда баруға болды? Вот это біздің мешіт күшті. Мен қағыбас тағы бір жаққа бара жатырмын. Қайда бара жатырмын? Бабым шешіліп бара жатыр. Қазір мен мына қорқынышты, страшный, ужасный жерге барамын деп ше. Да деген қолымдар жүр ғой, қандай әдемі да. Вот. Қандай күшті. Личный. Мына видеом негізі блог болып кеткен сияқты да. Егер де мына видеоны сіздер көріп атсаңыздар, онда мен аманмын. Егер көрмей атсаңыздар, то біреу сүзіп кетті, то біреу ренжітті, то біреу шағып кетті. В общем, бір жағдайға ұшырады деп ойласаңыздар, егер көріп атсаңыздар, аманмын әйтеуір. Қазір мен мынаның ішін көрсете алмаймын, бірақ мынау қамба деп аталады, вы знаете? Пожалуйста. Мынаның ішін мен баяғыда қорқатын нем ғой. Қорықпаймын. Все-таки қараңғы болып келе жатыр. Мен жынды балалар ұқсап осының ішіне келдім. Хотя үйге қайту деген жоқ менде да. Шығып жүрген адаммын деп ше. Мынаның іші ужасный. Давайте мен осының ішіне біраз жүремін, сосын кетемін. В общем, жүрмейтін жер жоқ адаммын. Деп ше. Привет. Как тебя зовут? Да ладно. Видели, артында бұқама бір бәле келе жатыр. Мне страшно. Ана бұқа келе жатыр. Страшно. Ребята, сендер көрген жоқсыңдар, мен істеймін. В общем, тез кетіп қалайық мына жерден. Ужас. Сұмдық. Айттым ғой сендерге. Егер де мен тірі болсам, бұқа сізбей бір бәле болып кетпесем, кетемін үйге. Мне страшно. Но не боюсь.
кеш болды да уже. Саат 7-тен кетті ма, 8 болып қалды ма бір бәле. Негізінде осындай уақытта қыз бала деген үйде отыру керек, білем. Наконец-то үйге келдім. Жан жақта адамдардың жауап келеді. Потому что күлгенім біртүрлі. Закрывай дверь. Зачем это не? Жаңа адамдардан кірмей бәрең жүрдім. Сендерге ауылдың тағы да бір атмосфера шегін көрсетейін ба? Ол үшін затагаш бет қалай қырсын. Соған шығамыз. Вот вы видели? Қайда жүрмін мынау? Қазір мен бар қорқынышымды жеңіп осыған шығамын. Сендерге көрсетем ауылды. Мычкимен шықтым. Қарасаңдар, ауыл қандай күшті де. Көрсету қиын, осында да көрсетейін прямо. Ауыл күшті де. Но мен қалай түсем? Маған салған зақ. В общем, мына қараңғыда отырмын ғой. Вы видели? Сенің жүрек жұтқан боласың. Ой! Ужас. Я тут құлап кете жаздадым ғой. Блин, енді сен маған аман-есен түсімді тілеп қойыңдар. Былай қараса, мүлде терең емес сияқты көрінуі мүмкін да. Вы видели? Қалай терең. Қорықпаңдар, түстім. Дарға дейін түстім. Түстім. Осы жермен әрең дегенде қорқып жатып түстім. Но қиындыққа соққан жоқ. Это мой дом, это қаңғыбас, это моя бабуль. Бай, қыздар кетіп бара тұрғанда күшті да. Нағыз өз жоғыз, ой екеуі. Как-то парочка, да. Ергіп, қайтадан аяғымда шөпте осылай жүргім кеп жатыр, суық шөпте. Вот, видели вообще. Осылай жүрмін қайтадан жалаң аяқ шөпте, прям күшті. Атмосферасы. Ой. Блин, ужасно. Осылай біраз жүрем. Одан кейін неге білем. Таза звук. Мына қараңыздар, қазір деген тап-тыныш жатырмын. Ауылдың атмосферасын тыңдаңыздаршы. Кешкі ауылдың дыбыстары ғой. Болдық. Үйге наконец-то келдім. Шаршадым өте қатты. Шынымды айтсам, өте қатты шаршадым деуге болады. Сондықтан осылай жуынып алдым, біраз жеңілдеп жуынып алдым. Енді қазір ужин ішетін боламын, кешкі ас ішем. Одан кейін телевизор қарайтын шығармын. В общем, вот ішім пысып, Гакку телеарнасында музыка тыңдап отырмын. Басқа каналдарда маған қызық емес просто. Ребята, вот мен осындай лапша жеп жатырмын, в общем. Қазір лапша жеп болғаннан кейін кітап оқитын шығармын, сосын жататын шығармын. Бейбағырада бері біраз телевизор қарадым, одан кейін сабақ орындадым да жерде. Сонымен қазір мен ұйықтағалы жатырмын. Өте қатты шаршадым бүгінгі күнім. Мен үшін өте бір түрлі болып өтті деуге болады. Қатты шаршағаным анық, сондықтан мен қазір ұйықтайтын боламын, достар. Қазір жуынып, ұйықтайтын боламын. Ертең сағат 10-ға дейін көріскенше. Бүгінгі күнімде мен интернетті біраз сағындым деп айтсам болады. Біраз емес, өте қатты сағындым. Бірақ сонда да менің қолымнан келіп жатыр. Бүгінгі күнді сіздер жалпы өздеріңіз толықтай көрдіңіздер. Соңға дейін көргендеріңізге де рахмет. Ертең сағат 10-ға дейін осы 24 сағатым бойынша интернетті қоспайтын боламын. Ертең сағат 10-да кездескенше ендеше бәріңізге қайырлы түн. Бәріңізге қайырлы таң, достар, қалайсыздар? Көбірі утро бәріңізге. Қазір сағат 10-5 минут кетті. Менің қолымнан келді. 24 сағат бойы интернетте жүру менің қолымнан келді. Оның бәрін сіздерге кеше көрсеткен болатынмын. Мен қазір ғана тұрдым деуге болады негізінде. Қазір ғана тұрдым, шынымды айтсам. Ендеше достар, бұл видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Барлығыңызға да маған тіркеліп лайк басыңыздар, егер видео ұнаса, әрине. Егерде келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.